Сынаманы көрсек бола ма? Бүгінгі сынама. Еттің лицензиясы бар ма? Қаяқтан келіп жатыр еді? 250 грамм кішкентай болады. Өздерінің пісіріп жатқан артық затқа рұқсат бермейді. Еті қанша грамм болу керек негізі? Біздің мектеп аралас мектеп. Әрбір мұғалім Қазақстанда тұрғаннан кейін мемлекеттік тілді білуге міндетті. Үкімет жағынан жәрдем керек болса, тек барлығы бар. Тек қана біз оқу және оқу. Мың жерде оқып келген психологтар, күшті психологтардың бірі. Мен бұл мектепте көптеген жетістіктерге жеткенмін. Мәселен, қараша айындағы лингвистикалық олимпиадада бірінші орын алдым. Осы кабинеттің ішіндегі барлық нелердің бәрінің іші 17 миллион бір кабинетіміз. Қазір балдарды еліктеп кететін мынау вейп әлемі, буллинг, кибербуллинг деген мәселелер көтеріліп, сол мәселелерді жолға қою. Мектептегі жуық қанша градус болу керек? 18 градус болу керек. Үй лагманы, иә. Екінші ауысымға. Иә. Жұмыртқасы бар, шаймен. қанша грамм тамақ беріледі? Қайсысы? Міне 18 жасар мен 15-18 жасар балдарға 250, ал қазіргі балдарға 200 грамм. Ас болсын. Тамақ дәмді ма? Заттардың бәрі, пешкалардың бәрін жаңадан алып келінген, барлығын өздері пісіреді. Артық заттар сатылмайды. 250 грамм кішкентай болады. Жеңіл ғой анау несі тарелка. Тамақты 200 граммнан кем бермейді. Жақсы беріп жатыр тамақты. Сынаманы көрсек бола ма? Бүгінгі сынама. Азанда берілген тамақтың сынамасы. Бұл баяғы жұмыртқа. Қазір бүгін беріліп жатқан тамақтың сынамасы. Сорпасы отдельно, мынау макароны анау несі отдельно. Азанмен кіреміз, тазалығын тексеремін, қандай тамақ дайындалып жатыр, соны бір қатар тексеріп шығам. Кейін уже балдардың тамағы дайын болған кезде тағы бір оператор журналымен кірем, тамақты жазам, менюін жазам, балаларға беріп жатқанын бәрін қадағалап тұрамыз басында осылай. Тамақтан кемшіліктер болған ба жалпы? Жоқ. Болмаса ата-аналардан бір арыздар түсті? Жоқ, ондай жоқ. Жақсы бәрі. Жоқ, тіркелмеген. Бәрі орынды беріліп жатыр. Иә, орынды беріліп жатыр бәрі. Ата-аналар келіп, көріп кетуге мен өзім рұқсат сұраған уақытта мен рұқсат беремін. Еті қанша грамм болу керек негізі? Тамақта еті қанша грамм болу керек? Жауаптығын асхананы. Қанша? Бала жасына қарап, 200 берем. 50 грамм, 80 грамм. Еті қанша грамм? 50-80 грамм орталықтарында берем. 80 грамм салт. Бірақ 200 грамм. Несі граммы жоқ екен. Тамақтың граммы мөлшері сол. 200-300 жай бала жасына қарап. Жалпы 200 грамм делінген, 250 грамм делінген жасына қарап та бала. 6 бала. жастан 11 жасқа дейін. Еттің лицензиясы бар ма? Қаяқтан келіп жатыр еді? Етті жалпы қандай көлікпен алып келесіздер? Қалай жеткізуші? Бізде етті жеткізу шарты арнайы көлікпен алып келінеді. Ол жерде еттің справкасы, яғни сол өзге несі болады, біз сол бойынша қабылдап аламыз. Иә. Қандай көлікпен келеді? Ол арнайы көлікпен келінеді. Жаңағы ішінде барлық талаптар сақталған. Одан кейін бар тазалығына бәріне мән беріп қарап аламыз. Қабылдаған нелердің барлығын осылай сертификатымен бәрін көріп аламыз. Еттің сертификаты? Еттің сүттің бәрін справкаларын бәрін осылай түсіп отырамыз. Жақсы, рахмет. Спортзалдың қолы биыл ауыстырылып 8 мың бар. Спортзал 9 мың бар. Спортзалдың қолы 8 миллион 900 миллион. 80 жыл салынған мектеп, енді Сәке, мен осы мектептің 81 жыл бітірген түлегімін. Өзім осы мектепте оқығанмын. Солының полы бұрын 2003 жыл мектебіміз ремонт жасалған еді. Айтахановтың кезінде, Айтаханов кезінде. Қай жылғы мектеп? Бұл 80 жыл берілген, 81 жыл. Бірінші сіз түлек екенсіз? Иә, мен түлегемін сол мектепте. Биыл жаңа кабинет алдық, ялай кабинет, бір кабинетіміздің құны
17 миллион қаржы. Осы кабинеттің отырыңыздар. Осы кабинеттің ішіндегі барлық нелердің бәрінің іші 17 миллион бір кабинетіміз. Физика кабинеті, химия кабинеті, биология кабинеті, 3 кабинет биыл біздің мектепке берілді. Бұл жерде құрылымы туралы сөйлесеңіз, демек, бұл бюллетень клубқа дейінгі зат жеткізетін жіңішке Біздің мектебімізде логопед жұмыс істейді. Логопедте 2 логопедіміз жұмыс істейді. Бұл жерге баяғы мүмкіндігі шектеулі балалар, сөйлеуге қиналатын балалар және психолог пен сынып жетекшісімен тығыз байланыста жұмыс істеген адамдар. Бастауыш сыныптарда білесіздер ғой, әріптердің айтуда қиналатын балдарымыз бар. Сол балалар барлығы қосылып, осы кабинетке келіп, біздің логопедтеріміз шұғылданады осы кабинетте. 16 жыл қойылған, 2016 жыл. Қазір 6 жыл бұл істейді, бір жыл анау істеп тұрады, запасный Южный Корейский. 2011 жыл қойылған. Мектепте общий квадраты, отопительный нағасы 4050 квадрат. Соны істеп қазір. Жалпы мектептегі жылу қанша градус көрсетті? Қанша градус болу керек? 18 градус болу керек. Негізі атақ 20, 21, 22 көрсетті қазір. Бәрі класса градусын берілген, бәріге еліп қойған. Газда ешқандай кемшілік жоқ, да? Жоқ, тіпті жақсы. Біздің Бабыр атындағы жалпы білім беретін білім мекемесінде жалпы 136 мұғалім жұмыс істейді. 1079 оқушымыз бар. 1079 оқушымызға 136 мұғалім сабақ беруде. Ауданымыздағы ең үлкен мектептердің бір есептелінеміз. Тарихқа бай мектеп, аралас мектеп. Мектебіміздің мектеп алды даярлық тобының бастап 11 классқа дейін бір қазақ классымыз бар. Біздің мектеп 23-25 жылдарға арналған бағдарлама бойынша аралас мектептерде мемлекеттік тілді дамыту мәселесі бойынша бір жоба қолға алынған. Сол жобада біздің мектебіміз жұмыс істейді. Бұндың алдында мектеп билингвал оқыту деген жоба бойынша жұмыс атқарған. Бұл жерде билингвал 2 тілде оқыту, біз қазақ тілі мен өзбек тілді оқыту мәселесін қолға алғанбыз. Мемлекеттік тілде оқытылуға, мемлекеттік тілде жұмыс алып баруға ұжымымызбен өзім басшылығымда мемлекеттік тіл ол бірінші мәселе болып қойып қойғанмын. Ал педагогика советінде де айтылған бірінші тіл, бірінші менің талапым әрбір мұғалім Қазақстанда тұрғаннан кейін мемлекеттік тілді білуге міндетті деп мен сол вопросты өте көп көтеріп жүрем. Сол себепті қазіргі аудандағы сол жобаның ішіндеміз. Біздің артымыздан магнит мектептеріміз бар. Бұл магнит мектептер деген біз осы жобамен жұмыс істеп жатырмыз. Біз облыстық білім орталығымен біргелікте жұмыс атқарамыз. Сол себепті біз өзімізді білгендерімізді бізден кейінгі, бізден өзімізге тартқан мектептерге өзіміздің идеяларымыздың, өзіміздің атқарып жатқан жұмыстарымызды бөлісіп, мемлекеттік тіл мәртебесін көтеру болып есептелінеді. 100% кітаппен қамтылғанбыз. Электрон оқулықтар бола ма, адам баласына білім алуына керек болған, білім алуына қандай үкімет жағынан жәрдем керек болса, тек барлығы бар. Тек қана біз оқу және оқу. Биылғы оқу жылында осы бірінші жарты жылдықта 3 республика көлемінде, 3 облыс көлемінде, аудан көлемінде 49, жалпы 69 оқушымыз жоғары нәтиже көрсетіп отыр. Ондан басқа 3 мұғаліміміз қорғау бойынша жұмыстарды атқарды. 10 мұғаліміміз жоғары жетістіктерге жетті. Мен бұл мектепте көптеген жетістіктерге жеткенмін. Мәселен, қараша айындағы лингвистикалық олимпиадада 1-ші орын алдым. Біздің мектепте қазақ тілінен беретін апайлардың арқасында біз қазақ тіліндегі сайыстарға еш қиындықсыз қатыса аламыз. Мәселен, айта кететін болсам, біздің өзіміздің мектепте білімге құштар 100 кітап сайысы болған. Сол 100 кітап сайысында осы мектебімізден шара өткізілген сайысқа қатысып, 100 кітап оқып, жүлделі орындар иегері болып, мектеп атынан велосипедті сыйлыққа берді. Онымен қоса облыстық олимпиадада қатысып, жүлделі орындардың иесі болып, Астанаға саяхаттауға барып,
сол жерде жүлделі орындарға иелі болып келдік. Әлбетте оқыңыздар, қазір біздің оқитын кезеңіміз сол кезде оқып, қазірден жетістіктерге жетсек, өскенде одан да үлкен белестерді бағындырамыз. Біздің президентіміздің бастамасымен мектептерде тәрбие саласында біртұтас тәрбие бағдарламасы жолға қойылған. Осы бағдарлама міне биыл 2-ші жылы өз жалғасын тауып жатыр. Осы бағдарлама басталғалы бері мектептерде өте көптеген жетістіктерге жеттік деп айта аламыз. Бұның бірінші бізге ең жақсы тарапы бұл педагогикалық қолдау, ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының ашылғаны болды. Бізде де сол педагогикалық қолдау орталығы ашылды. Ата-аналардың белсенділігі артты. Ата-аналармен мектеп тығыз байланыста жұмыс жасаған кезде нәтиже өте үлкен болады екен. Біз соған көз жеткіздік. Қолдау орталықта аталар, әжелер, ағалар, әпкелер, жеңгелер клубтар ашылды. Осы клубтардың жұмысы, ағалардың, аталардың насихаттары балаларға өзінің күшін көрсетіп, біз нәтижеге жете бастадық. Осы бойында жақында ғана мына Сауран ауданында әдістемелік тәжірибе алмасу семинары болып өтті. Сол семинарда мен өзім де қатыстым. Сауран ауданына барып, біз Сайрам ауданынан 57-59 мұғалім болып бардық. Ол жерде әр саладан бардық, пән бойынша, тәрбие саласы бойынша. Сол жерде осы біртұтас тәрбие бағдарламасында жобалардың жүргізілуі және де қоғамға кедергі келтіріп жатқан мәселелер көтеріліп, басқа аудандарда қандай жұмыс болып жатқандықтары туралы сұхбат жүргізілді, пікір алмасылды. Мысалы, қазір балдарды еліктеп кететін вейп әлемі, буллинг, кибербуллинг деген мәселелер көтеріліп, сол мәселелерді жолға қою, жою, сол мәселелер бойынша жақсы пікір алмасу жұмыстарына барып келдік. Қазіргі таңда мектебімізде, мысалы, бізде сұрақ жауап өткізілген кезде психологтар тарапынан буллинг, кибербуллинг туралы ешқандай мәлімет анықталмады. Біздің мектебімізде, мысалы, оқушыларды есепте тұратын оқушыларымыз жоқ. Ерте жүктіліктің алдын алу бойынша да жұмыстар жақсы жолға қойылған. Ондай кемшіліктеріміз болмағандықтан жетістіктеріміз жақсы деп айтып тұрмыз.